Данияр Сүлейменов. Ең бақытты әйел. Өзіңізге көңіл бөлуді ұмытып кетпеңіз. Өкінішке қарай кейбір әйелдер тұрмыс құрып, балалы болған соң өздеріне көңіл бөлуді азайта бастайды. Қазір өзімізге қарайтын мұрша жоқ, мына балалардың тәрбиесі бар, сабағы бар, үй шаруасы бар, жұмыс бар деген сылтау айтады. Әрине, бұл аталмыш істер өте маңызды. Оған ешкімнің таласы жоқ. Бірақ әйел кісі өзінің әйел екенін, әрі ерінің өзін үнемі сұлу қалпында көргісі келетінін ұмытпауы тиіс. Балаңыз немесе үй шаруасы болсын, сізді күйеуіңізге көңіл бөлуден тоспасын. Күйеуіңіз үйге оралғанда аш үйде үстіңіз сарымсақ сасып, алқам-салқам боп жүрмеңіз. Отағасы үйге ораларда айнаға қарап, шашыңызды тарап, өзіңізді қалыпқа келтіруді ұмытпағайсыз. Күйеуіңіздің іштей кешегі әдемілік пен жұпар иіс, жылы сөзбен сыңғырлаған күлкі қайда кетті деуіне мұрсат бермеңіз. Ұмытпаңыз, салиқалы әйел күйеуінің назарын басқаға аударуына мүмкіндік бермейді. Әйелге тән қылығымен, жайдары күлкісімен, жұпар аңқыған иісімен, жібектей мінезімен, назды үнімен, бойсұнғыш ибалығымен үнемі күйеуіне өзін ғана қалатады. Араб ойшылы Әбу әл-Фараз ері үшін сәнденбейтін, тазалыққа мән бермейтін әйел осы себепті ерін уысынан шығарып алса өзі кінәлі дейді. Ал салиқалы әйел отбасылық өмірді айтып тауысу мүмкін емес махаббат дастанына айналдырады. Сәт сайын күйеуін өзіне баурай біледі. Алла елшісі, бұл дүние мен оның ішіндегі нығметтердің бәрі де уақытша берілген. Ондағы нығмет атауының ең абзалы салиқалы әйел дейді. Үйдегі мәселеге орынсыз басқаны араластырмаңыз. Ақылды әйел ешқашан үйдегі сырды басқаға ашпайды. Отбасындағы кішігірім проблеманың бәрін өзі шешуге тырысады. Мәселе ушығып, ырыққа көнбей жатса, әрине, анасының, туған туыстың, тағы басқа жанашыр жандардың ақыл кеңесі мен көмегіне жүгінуге болады. Ендеше сізде отбасылық өміріңізге егер қажеттілік туындамаса, үшінші бір адамды араластырмауға тырысыңыз. Үшінші бір адамның бәлкім ниеті жақсы шығар, бірақ ол адам күйеуіңізді сізден жақсы танымайды ғой. Осман ибн Ата мынадай бір оқиғаны жеткізеді. Әбу Муслим әл-Хаулани үйіне кіргенде сәлем беріп кіретін. Әйелі де сәлеміне жауап беріп, алдына адал ас ұсынатын. Бір күні әдеттегідей үйіне сәлем беріп кіреді, бірақ сәлеміне ешкім жауап қайтармайды. Қараса әйелі қолында таяғы бар, еденді шұқып отыр екен. Бір нәрсе мазалап ойланып отырғаны белгілі. Әбу Муслим әл-Хаулани, тыныштық па? Не болды? Деп сұрайды. Әйелі, бізден басқа адамның бәрінің жағдайы жақсы. Ал сен Әбу Муслим әл-Хауланисің, яғни тақыр кедейсің. Барып, Мағауиядан ақшалай көмек немесе қызметші сұрасаң қалай болады? Дейді. Күйеуінің кедейлігін ашық түрде бетіне баспауы әйелінің әдептілігін көрсетеді. Үйіне біреу келіп, әйелін осы сөзді айтуға үгіттеп кеткен аңғарған Әбу Муслим, Алла тағала отбасында бүлік тудырған адамның жанарын ал деп дұға етеді. Расында бір әйел кісі келіп, Әбу Муслим әл-Хауланидің әйелін, сен Әбу Муслим әл-Хауланидің әйелісің, сөйте тұра тұрмыс жағдайларың мәз емес, күйеуіңе Мағауиядан ақшалай әрі үй шаруасына жәрдемдесетін қызметші сұрауын айтсаң етті, деп үгіттеген еді. Көп ұзамай әлгі әйелдің көзі көрмей қалады. Оның аянышты жағдайын көрген Әбу Муслим әл-Хаулани Аллаға ұзақ жалбарынып әлгі әйелдің жанарын қайтаруын сұрайды. Алла тағала тілегін қабыл алып, әйелдің жанарын қайтарады. Есте сақтаңыз, үйдегі сырды ешкімге аша көрмеңіз, әсіресе төсек қатынасын сөз етуден сақтаныңыз. Бұған шариғатымыз да тыйым салады. Үйдегі ұсақ-түйек мәселені өзіңіз шешуге тырысыңыз. Мына мәселені тек қатты ескеріңіз. Күйеуіңіздің бойындағы артықшылығын, өзіңізге жасаған сыйлығы мен айтқан әдемі жылы сөздерін, қайда барғандарыңызды, демалысты қалай өткізгендеріңізді басқаларға көп айта бермеңіз. Себебі бұл нәрсе басқаның сізге деген қызғанышын оятуы мүмкін. Орынсыз сынға ұшырап, артыңыздан сөз еруі де ғажап емес.
ал біреуге ғибрат болсын деген мақсатта айтсаңыз болады. Бір шоқ гүл. Сіз тұрмысқа шыққаннан кейін күйеуіңізге арнап хат жазып көрдіңіз бе? Хатқа түсіру арқылы оған деген ішкі сезіміңізді, махаббатыңызды айта аласыз ба? Бәлкім жазғанда боларсыз. Ал егер жазбаған болсаңыз, отбасыңыздың бақыты үшін осындай қадамға барған қарындасымыздың хатына сізге бір шоқ гүл ұсынамын. Сүйіктім, екеуміздің отау құрғанымызға да міне бірнеше жылдың жүзі болды. Алғашында өзіңе бұл хатты жазуға батылым бармаса да, ақыры жазуға бел будым. Өзіміз бір шаңырақтың астында өмір сүргендіктен бір дене іспеттіміз ғой. Мен сенмін, ал сен болсаң менсің. Сүйінішім, өзіңді қалай жақсы көретінді білсең ғой, өзіңнен сәл жырақ қалсам сағынамын. Сенің бейнең, әдемі күлкің үнемі көз алдымда. Дауысыңды естісем болды, бақыттан басым айналып бар дүниені ұмыт қалдырамын. Екеумізді бір шаңырақтың астында тоғыстырған Алла тағалама сансыз шүкіршілік етемін. Сен менің жәннатымсың, саған деген махаббатым арқылы жаратушы Раббымның махаббатына жақындай түсемін. Сүйіктім менің. Бойымда көптеген кемшіліктер бар, сол үшін де кейде өзіңді байқамай ренжітіп аламын. Мұны мойындаймын, бірақ мен бойымдағы кемшіліктерден арылуға барынша тырысып жүрмін. Саған да Алла разы болсын. Менің қаншама жағымсыз қылықтарымды елемей, кешіріммен қарап, дұрысталуыма мүмкіндік берудесің. Сенің менен разы болғаныңды барлық нәрседен жоғары қоямын. Өйткені сенің разылығыңды табуымен жасаған емнің разылығына жетуге мүмкіндік аламын. Қорғаным, мен 5 уақыт намазымда жаратқаннан нығметке толы жәннатты да екеумізді бірге қыла көр деп тілеймін. Күнім, сенің бір ғана жымиғаның мен үшін бүкіл дүниеден артық. Өзіңнен сүйемін деген сөзді естігенімде қатты қанатты құсқа айналып көкке самғап жүргендей күй кешемін. Асыл азаматым, көңіліңе қаяу түссе, төсегімде дөңбекшіп түні бойы көз ілмей шығамын. Сенің сәл болса да қиналғаның маған ауыр тиеді. Біреу жүрегіме қанжар сұғып алғандай күйде боламын. Жұмыстан қайтып келе жатқаныңда естігенде үй ішімізден қалай қуанатынымызды білсең ғой. Бейне бір үйдегі әрбір затқа жан біткендей мәре-сәре күй кешеміз. Сүйіктім, кейде арамызда келіспеушілік туындап бір-бірімізді ренжітіп алған күндері мен үшін мына жарықта кең дүние тар әрі қараңғы зынданға айналып кеткендей болады. Сондай түндері ішкі жан дүниемнің астан кестеңе шығып, бір сәтке көз ілмей таң атырамын. Асылым, сен мен үшін дүниедегі барлық нәрседен қымбатсың. Сенің қасында болу мен үшін үлкен бақыт. Сен мендегі алапат сезімді білесің ғой. Саған деген махаббатымызды айтып жеткізу мүмкін емес. Ал мен тек бар болғаны сезімнің бір ғана тамшысын қағаз бетіне түсіре алдым. Алла тағала екеуміздің қол ұстасып жәннат төрінен орын алуымызды нәсіп етсін деген ізгі тілекпен, аяулы жарың. Ассаламағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қалдарыңыз қалай, қадірлі ізгі оқырман? Сіз де өз жолдасыңызға осылай хат жолдап көріңізші. Ал бізде келесі тақырып қырсықтықтан сақтаныңыз деп аталады. Шынымен де қырсықтық ол жақсы қасиет емес. Ендеше келесі аудиожазбада кездескенше, ассаламағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.